Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алгебра 7-ші сынып 34-ші параграфтың есептерін шығарайық. Алдымен бүгінгі сабақты соңына дейін көр. Видеоны ұнап лайк бас және менің каналыма тіркелуді ұмытпа. А тобының есептері 34-те бірінші есеп. Бірінші а куб қосылған x куб. Бұл дегеніміз а куб қосылған б куб формуласына келіп тұр. Бірінші жақшада а қосылған x, екінші жақшада а квадрат минус ax қосылған x квадрат болады. Екіншісі y куб азайтылған b куб. Бұл а куб минус b кубқа келіп тұр. Яғни бірінші жақшада y минус b болады. Екінші жақшада y квадрат қосылған y b қосылған b квадрат. Т куб азайтылған n куб. Бірінші жақшада n азайтылған т азайтылған n, екінші жақшада т квадрат қосылған tn қосылған n квадрат болады. m куб қосылған k куб. Бірінші жақшада m қосылған k, екінші жақшада m квадрат азайтылған mk қосылған k квадрат. z куб азайтылған 8. Бұл дегеніміз z куб азайтылған 2 куб. 8-дің өзі 2-ның кубы болып табылады. Демек, бірінші жақшада z минус 2, екінші жақшада z квадрат қосылған 2z қосылған 4 болады. 64 қосылған s куб. 64-дің өзі ол 4-тің кубы болып табылады. Демек, 4 куб қосылған s кубты екі жақшаға жүктейтін болсақ, 4 қосылған s болады. Бірінші жақша, екінші жақшада 16 азайтылған 4s қосылған s квадрат болады. Келесі 125 азайтылған x куб. 125-тің өзі 5-тің кубы азайтылған x куб түріне келтіріп алды. Енді екі жақшаға жүктесек, бірінші жақшада формула бойынша 5 азайтылған x, екінші жақшада 25 қосылған 5x қосылған x квадрат түрінде жүктеледі. 1000 қосылған y куб. 1000-ның өзі бұл 10-ның кубы болып табылады. Демек, 10 куб қосылған y куб болады. Екі жақшаға жүктейтін болсақ, 10 қосылған y бірінші жақша, екінші жақшада 100 азайтылған 10y қосылған y квадрат болады. 34-те екінші есеп. 24 азайтылған а куб. 34-те екінші есеп. 27 азайтылған а куб. 27-нің өзі бізде 3-тің кубы болып табылады. Сонда 3 куб азайтылған а куб, оны екі жақшаға жүктесек, бірінші жақшада 3 азайтылған а, екінші жақшада 9 қосылған 3а қосылған а квадрат болады. b куб қосылған 125. 125-тің өзі бізде 5-тің кубы болып табылады. Демек, b куб қосылған 5 кубты екі жақшаға жүктейтін болсақ, бірінші жақшада b қосылған 5, екінші жақшада b квадрат минус 5v қосылған 25 болды. Келесі 64 азайтылған m куб. 64-тің өзі бізде 4-тің кубы болып табылады. 4 кубтан m кубты азайтамыз. Сол кезде 4 азайтылған m. Бірінші жақша, екінші жақшада 16 қосылған 4m қосылған m квадрат болады. 8 қосылған q3 q-дің кубы. 3 дәрежесі, демек 8-дің өзі бізде 2-ның кубы болып табылады. Қосылған q-дің кубы. Екі жақшаға жүктейтін болса, қысқаша көбейту формуласы бойынша бірінші жақшада 2 қосылған q болады, екінші жақшада 4 азайтылған 2q қосылған q квадрат. 0,8 қосылған а куб. 0,8-дің өзі 0,2-ның кубы болып табылады. Қосамыз а кубты екі жақшаға жүктесек, бірінші жақшада 0,2 қосылған а, екінші жақшада 0,4 қосылған 0,2а қосылған а квадрат болады. 0,216 азайтылған б куб. 0,216 дегеніміз 0,6-ның кубы азайтылған б куб деп жазамыз қасындағысын. Сол кезде екі жақшаға жүктейміз. Бірінші жақшада 0,16 азайтылған б, екінші жақшада 0,136 қосылған 0,16 б қосылған б квадрат болады. Келесі 0,27 қосылған n куб. 0,27-нің өзі 0,3-тің кубы болып табылады. Қосылған n куб деп жазып қоямыз. Сол кезде бізде бірінші жақшада 0,3 қосылған n болады, екінші жақшада 0,109 азайтылған 0,3 n қосылған n квадрат шықты. 0,125 азайтылған m куб. 0,125-тің өзі 0,5-тің кубы деп алсақ болады. Азайтылған m куб. Сол кезде бірінші жақшада 0,5 азайтылған m, екінші жақшада 0,125 қосылған 0,5m қосылған m квадрат болды. 34-те үшінші есеп. 8-ден 1 азайтылған б куб. 8-ден 1-дің өзі бізде 2-ден 1-дің кубы азайтылған б куб болады. Екі жақшаға жүктесек, 2-ден 1 азайтылған б, бірінші жақша, екінші жақшада 4-ден 1 қосылған 2-ден 1 б қосылған б квадрат болады. 27-ден 1 қосылған с куб. Бұл жерде бізде 27-ден 1-дің өзі 3-ден 1-дің кубы болып келеді. Жай бөлшек қосылған s куб.
бірінші шақшада 3-тен 1 қосылған с, екінші шақшада 9-дан 1 азайтылған 3-тен 1 с қосылған с квадрат болады. 64-тен 1 азайтылған д куб. Бұл жерде 64-тен 1-іміз бізде 4-тен 1-дің кубы, азайтылған д куб деп жазамыз. Бірінші шақшада 4-тен 1 азайтылған д, екінші шақшада 16-дан 1 қосылған 4-тен 1-ді қосылған д квадрат. Төртіншісі 125-тен 1 қосылған т куб. 125-тен 1-дің өзі бізде 5-тен 1-дің кубы болып табылады. Қосылған т куб жазып қоямыз. Сол кезде бірінші шақшада 5-тен 1 қосылған т, екінші шақшада 25-тен 1 азайтылған 5-тен 1 т қосылған т квадрат. Бесінші есебі 27-тен 8 қосылған z куб. Бұл жерде бізде 27-тен 8-дің өзін 3-тен 2-ның кубы деп қарастырамыз. Сол кезде қосылған z куб болады. Бірінші шақшада 3-тен 2 қосылған z, екінші шақшада 9-дан 4 азайтылған 3-тен 2 z қосылған z квадрат болады. Алтыншы y куб азайтылған 64-тен 27, y куб азайтылған 64-тен 27-дің өзін 4-тен 3-тің кубы деп қарастырамыз. Сол кезде y азайтылған 4-тен 3, бірінші шақша, екінші шақшада y квадрат қосылған 4-тен 3, y қосылған 16-тан 9 болады. Жетінші к куб қосылған 125-тен 27, к куб қосылған 125-тен 27-дің өзін бізде 5-тен 3-тің кубы деп қарастырамыз. Сол кезде бірінші шақшада к қосылған 5-тен 3, екінші шақшада к квадрат азайтылған 5-тен 3-қа қосылған 25-тен 9 болады. Сегізінші есеп 216-дан 1 азайтылған z куб. 216-дан 1-дің өзін біздер 6-дан 1-дің кубы деп қарастырамыз. Азайтылған z куб. Сол кезде бірінші шақшада 6-дан 1 азайтылған z, екінші шақшада 36-дан 1 қосылған 6-дан 1 z қосылған z квадрат болады. 34-те 4-ші есеп. Бірінші бізде бірінші шақшада а қосылған 2, екінші шақшада а квадрат азайтылған 2а қосылған 4. Бұл бізде а куб қосылған 2 кубтың, яғни а куб қосылған 8-дің формуласына келеді. Келесі 1 азайтылған x квадрат. Бірінші шақша, екінші шақшада 1 қосылған x квадрат қосылған x-дің 4 дәрежесі. Бұл бізде а куб азайтылған б кубқа келеді, яғни аның орнында 1, бізде 1 куб азайтылған бұның орнында x-тің квадраты. X-тің квадратының кубы x-тің 6 дәрежесі болады. Сол кезде 1-дің кубы 1 азайтылған x-тің 6 дәрежесі деп жазып қоямыз. Келесі к азайтылған 5, бірінші шақша, екінші шақшада к квадрат қосылған 5к қосылған 25. Бұл бізде к куб минус 5-тің кубына келіп тұр. К-ның кубы азайтылған 125 болады. 3 қосылған m, бірінші шақша, екінші шақшада 9 азайтылған 3m қосылған m квадрат. Бұл деген бізде а куб қосылған б кубтың формуласына келеді. Демек 3-тің кубы қосылған m-ның кубы. 3-тің кубы бізде 27 қосылған m-ның кубы деп жазып қоямыз. Келесі 1 қосылған а куб, бірінші шақша, екінші шақшада 1 азайтылған а куб қосылған аның 6 дәрежесі. Бұл жерде бізде балалар аның 9 дәрежесіне келеді, яғни 1 куб қосылған аның 9 дәрежесі. Сол кезде 1 қосылған аның 9 дәрежесі болады. Келесі 4 азайтылған n-ның квадраты. Екінші шақшада 16 қосылған 4n квадрат қосылған n-ның 4 дәрежесі. Бұл бізде а куб минус б куб, аның орнында 4 болады, бұның орнында n-ның квадраты. Сол кезде 4-тің кубы азайтылған n-ның 6 дәрежесі болады. 4-тің кубы дегеніміз бұл бізде 64. 64 азайтылған n-ның квадраты, n-ның 6 дәрежесі болады. Жетіншісі 25 азайтылған 5y квадрат қосылған y-тің 4 дәрежесі. Екінші шақшада 5 қосылған y квадрат. Бұл жерде бізде ереже формулаға сәйкес реттілігін жоғалтпай ретте болатын болсақ, бірінші біздер біріншісі, яғни а плюс b-ның қосындысы түріне келетін болсақ, бізде 5 қосылған y квадрат болады. Екіншісі а квадрат минус аб қосылған б квадрат түрге келетін болсақ, 25 азайтылған 5y квадрат қосылған y-тің 4 дәрежесі. Сол кезде бізде 5-тің кубы қосылған y-тің 6 дәрежесіне келіп тұр. Демек 125 қосылған y-тің 6 дәрежесі болады. Сегізіншісі, бұл жерде бізде 64 қосылған 8z куб қосылған z-тің 6 дәрежесі. Бірінші шақша, екінші шақшада 8 азайтылған z-тің кубына келіп тұр. Енді бұны біздер шақшаны қазір жинақтаған кезде бір реттілігіне сәйкес орналастырып алайық. Бірінші мына өрнегімізді жазып алайық, яғни 8 азайтылған z куб, екіншісі 64 қосылған 8z куб қосылған z квадрат жазамыз. Сол кезде бізде а куб азайтылған б куб деген формулаға келеді. Аның орнында бізде 8, бұның орнында z-тің кубы. Демек 8-дің кубы 512, z-тің кубының
3 дәрежесі, z-тің 9 дәрежесі болады. 34-те 5-ші есеп. Жақшаларды ашайық. Бірінші жақша x азайтылған 10, екінші жақша x квадрат қосылған 10, x қосылған 100, азайтылған x-тің кубы. Бірінші жақшаны біздер a куб азайтылған b куб түрінде ашамыз. Сол кезде x куб азайтылған 10-ның 3 дәрежесі, яғни 1000 болады. Жақшаның сыртындағы x кубты жазамыз. Сол кезде плюс x куб пен минус x куб жойылып кетеді, минус, яғни минус 1000-ның өзі қалады. 216 азайтылған бірінші жақшада a қосылған 6, екінші жақшада a квадрат минус 6a қосылған 36 түріне келіп тұр. Бірінші біздер 216 минус деп жазып алайық. Мына екі жақшаның өзі a куб қосылған b кубқа келеді. a куб қосылған, яғни b-ның орнында бізде 6, демек 6-ның 3 дәрежесі 216. Жақшаны ашатын болсақ, 216-ны жазамыз. Мына жақшада минус a куб болып кетеді. 216-мыз жақшаның алдындағы минусқа байланысты минус 216 болады. Сол кезде 216 мен минус 216 қысқарады, минус a кубтың өзі қалады. Үшінші есеп. Y куб қосылған бірінші жақшада 7 азайтылған y, екінші жақшада 49 қосылған 7 y қосылған y квадрат. Бірінші біздер y кубты жазып қояйық. Содан кейін бізде екі жақшамыз a куб азайтылған b кубқа келеді. Формуласына, қысқаша көбейту формуласына, яғни a-ның орнында бізде 7, b-ның орнында y-тір. Сол кезде бірінші біздер y кубты жазайық. Азайтылған 7-ның кубы 343, азайтылған y куб деп жазамыз. Плюс y куб пен минус y куб жойылып кетеді, минус 343-тің өзі қалады. Төртінші есеп. 600 азайтылған бірінші жақшада 8 қосылған z, екінші жақшада z квадрат қосылған 8z қосылған 64. Бұл жерде бізде бірінші 600 азайтуды жазып қояйық. Бірінші жақша 8 қосылған z, азайтылған z-ті жазайық. Екінші жақшада біздер қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейтінін білеміз. Сондықтан да бірінші жақша бізде 8-ден басталғандықтан формулаға келетін, яғни a квадрат болатындай 64 қосылған 2 ab, яғни 8 пен z қосылған b квадрат z квадрат түрінде жазып аламыз. Сол кезде дәл мына формуланың қазір жинақталған түріне алып келеміз. Яғни 600 азайтылған a куб минус b кубқа келіп тұр. a-ның орнында бізде 8, b-ның орнында z. Сол кезде 600 азайтылған 8-дің кубы 512 болады. Қосылған, мына жердегі 2 минус плюсті береді, z куб болады. 600-ден 512-ні азайтайық, 88 қосылған z куб түріне келді. 34-те 6-шы есеп. a азайтылған 1, екінші жақшада a квадрат қосылған a қосылған 1. Бұл дегеніміз және де азайтылған a квадрат жақшаның ішінде ол көбейтіліп тұр a минус 8-ге деген. Біріншіде бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша a куб минус 1 куб деп ашып аламыз. Одан кейін жақшаның сыртындағы көбейткішті жақшаның ішіндегі a-ға және минус 8-ға жеке-жеке көбейтеміз. Сол кезде минус a куб қосылған 8a квадрат болады. a куб пен минус a куб қысқарады да 1-дің кубы 1, яғни минус 1 болады. 8a квадрат минус 1 деп жазып қоямыз. Келесі, бірінші жақшада b плюс 2, екінші жақшада b квадрат минус 2b қосылған 4. Бұның өзі бізде b куб қосылған 2-ның кубы түріне келеді. Одан кейінгі біздер минус b-ны b квадрат және минус 1-ге жеке-жеке көбейткен кезде минус b куб қосылған b болды. Енді сол кезде бізде b куб пен минус b куб қысқарады да 2-ның кубы 8 және қалған b-ны жазып қоямыз. Қосу b деп. Үшінші есебіне қарайық. 2x кубқа қосамыз 7. Жақшаның ішінде x квадрат қосылған x қосылған 1. Екінші жақшада x қосу 1. Бұл жерде 2x кубты жазып қояйық, 7-ні жазып қояйық, және де мына жерде қысқаша көбейту формуласына келетіндей етіп көбейткіштердің орнын екі жақшаның орнына ауыстырып жазып алайық. Сол кезде бізде a куб қосылған b кубқа келеді. 2x куб қосылған 7, a-ның орнында x, b-ның орнында 1 болып тұр бізде. Демек, 2x кубты жазып қойып, 7-ні x кубқа көбейтеміз, 7-ні 1-дің кубы 1 болады, 1-ге көбейтеміз. Сол кезде 9x куб қосылған 7 деген мәнімізге ие болдық. 34-те 6-ның 4-шісіне келетін болсақ, бізде балалар y куб азайтылған бірінші жақшада y азайтылған 3, екінші жақшада y квадрат қосылған 3, y қосылған 9 болып тұр. Y кубты жазып қояйық, азайтылған мына екі жақшаның өзі y куб азайтылған 3-тің кубына келіп тұр. Алдындағы минуспен жақшаны ашатын болсақ, y кубты жазайық. Бұл жерде минус y куб қосылған 81 болады. Y куб пен минус y куб қысқарады да 81-дің өзі шықты. 34-те 7-ші есеп. Бірінші, яғни бізде
теңдеуді шешу керекпіз, иә. Бірінші біздер яғни мына жақшамызды 2х азайтылған 3, екінші жақша 4х квадрат қосылған 6х қосылған 9. Бұл бізде 2х-тің кубы азайтылған 3-тің кубына келеді. Азайтылу минус 8х жазып қоямыз, тең 2,7х. Енді осы 2х-тің кубы бізде 8х-тің куб болады. Яғни 8х куб пен минус 8х куб қысқарады да, минус 27 тең 2,7х-қа тең болады. Осыдан біздер 2,7х тең минус 27, 2,7х тең минус 27-ге болады. Одан х-ті табатын болсақ, минус 27-ні 2,7-ге бөлейік, сонда х тең минус 10 болды. Келесі екінші теңдеуіміз бізде 3 қосылған 4х, бірінші жақша, екінші жақшада 16х квадрат минус 12х плюс 9 тең минус 64х куб тең минус 10х екен. Егер де біздер бірінші жақшадағы қосылғыштардың орнын ауыстырсақ, біздер а куб қосылған бұл кубтың формуласына келеді. Бұл дегеніміз аның орнында 4х-тің кубы қосылған 3-тің кубы. Азайту 64х куб тең минус 10х деп жазып қоямыз. 4х-тің кубы бізде 64х куб қосылған 27, 3-тің кубы минус 64х тең минус 10х деп жазамыз. 64х куб пен минус 64х қысқарады да, 27 тең минус 10х болады. Минус 10х тең 27 деп орындарын ауыстырып жазып алайық. Осыдан х-ті табамыз, 27 минус 10-ға бөлеміз, х тең минус 2,17 болады. Үшінші теңдеуіміз 5 азайтылған 2х, бірінші жақша, екінші жақшада 4х квадрат қосылған 10х қосылған 25, тең 2,15х минус 8х-тің кубы. Бірінші біздер 5 азайтылған 2х, яғни түрінде жазамыз. Содан кейін формулаға келу үшін бізде а квадрат болу керек. Аны біздер 5 деп қарастыратын болсақ, демек мына жердегі екі қосылғыштың жақшаның ішіндегі 25 пен 4х квадрат екі қосылғыштарын орнына ауыстырып қайттан жазамыз. Сол кезде 25 қосылған 10х қосылған 4х квадрат тең 2,15х минус 8х куб болады. Жақшаның іші біздер екі жақша бізде а куб минус б кубтың формуласына келіп тұр екен. Қысқаша көбейту формуласы, демек 5-тің кубы азайтылған 2х-тің кубы тең 2,15х минус 8х куб. 5-тің кубы бізде 125 азайтылған 8х куб тең 2,15х минус 8х-тің кубы. 125 тең белгілерді және белгісіздерді екі жаққа шығарайық. Х барларды екінші жаққа шығаратын болсақ, яғни 2,15х минус 8х кубты жазып қоямыз, және минус 8х кубымыз тең болған екінші жағына шыққанда плюс 8х куб болады. Екеуі плюс пен минус 8х кубтар қысқарады да, сол кезде 2,15х тең 125 болады. Х-ті табу үшін 125 2,15-ге бөлеміз, х тең 50 деген мәнге ие болды. Төртінші теңдеуіміз 6 азайтылған 5х, бірінші жақша, екінші жақшада 36 қосылған 30х қосылған 25х квадрат тең 108х азайтылған 25х куб. Бұл жерде бізде бірінші қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. 6-ның кубы азайтылған 5х-тің кубы тең 108х тең 25х куб. Бұл жерде бізде 216 азайтылған 25х куб тең 108х тең 25х куб болады. 216 тең х барларды екінші жағына шығарайық. 108х азайтылған 25х куб, мына жақтағы минусымыз плюс 25х куб болып шығады. Екеуі қысқарады да, 108х тең 216, х тең 0,2 деген мәнге ие болды. 34-те 8-ші есеп. Теңсіздіктерді шешу керекпіз. Бір азайтылған 4х, бірінші жақша, екінші жақшада бізде бір қосылған 4х қосылған 16х квадрат минус 6х куб, кіші және тең 10х азайтылған 70х кубтан. Бірінші бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Бір куб азайтылған 4х-тің кубы, мына жердегі минус 6х куб тең кіші және тең 10х азайтылған 70х кубтан жазып қоямыз. Бірдің кубы 1, 4х-тің кубы 64х куб, арада минус бар, минус 6х куб, кіші және тең 10х азайтылған 70х куб. Бұл жерде біздер енді мына екеуі минус 64 пен минус 6 қосылады да минус 70х кубты береді. Сол кезде бір тең мына жердегі 10х азайтылған минус 70х куб, минус 70-іміз екінші жаққа шыққан кезде плюс 70х куб болды. Мына х кубтар минус 70 және плюс 70 барлығы жойылып кетеді. 10х-іміз тең үлкен және тең 1-ге болады. Х-іміз табу үшін 1-ді 10-ға бөлеміз, сол кезде х үлкен және тең 0,1-ден болады. Бұнда енді бізде 0,1 жазып алайық, және үлкен деген, яғни демек оң жағы деген сөз. Сол кезде бізде 0,1 тік жақша қосылған плюс шексіздік болады.
екінші 99х куб азайтылған 1 қосылған 5х, екінші ақшада 1 азайтылған 5х қосылған 25х квадрат үлкен және тең 12х минус 26х куб. 99х куб минус мына жерде а куб қосылған б кубқа келіп тұр, яғни 1 куб қосылған бұның орнында 5х-тің кубы болады. Үлкен және тең 12х минус 26х куб. 99х куб минус 1 жақшаны ашайық және минус 25х куб үлкен және тең 12х минус 26х куб болады. Минус 26х куб минус 1-іміз тең. Бұл жерде бізде мына екеуін азайтқан кезде, яғни минус 26 болды. Үлкен және тең 12х минус 26х куб. Минус 1-ді қалдырып, х-терді екінші жағына шығарайық. Үлкен және тең 12х минус 26х, мына минусымыз плюс 26х болып шығады. Минус және плюс 26х кубтарымыз қысқарып кетеді де, минус 1 үлкен және тең 12х-тан болады. 12х-іміз бұл жерде кіші және тең минус 1 деп жазып алайық. Сонда х үлкен кіші және тең минус 1 бөлінген 12, х кіші және тең минус 12-ден 1 болады. Енді белгілейтін болсақ, минус 12-ден 1 бізде кіші және тең дегендіктен мына дөңгелектің ішін бояймыз. Яғни кіші, демек мына сол жағында деген сөз, яғни минус шексіздіктен минус 12-ден 1 тік жақша болады. 34-те 9-шы есеп. 5х азайтылған 6, бірінші ақша, екінші ақшада 25х квадрат қосылған 30х қосылған 36, минус 0,125 жақшаның ішінде 500х куб азайтылған 864 тең 0. Бұл жерде бірінші екі жақшамыз бізде а куб минус б кубқа келеді, яғни 5х-тің кубы азайтылған 6-ның кубы, минус мына жерден 0,125-ті әр қайсына жеке-жеке куб еткен кезде 25х куб қосылған 216 тең 0 болады. 5х кубымыз 25х куб, 6-ның кубы минус 216, минус 25х куб қосылған 216 барлығы қысқарып кетеді. Мына жерде 25х куб пен минус 125х куб, минус 216 пен плюс 216, сол кезде 0 тең 0 теңдігі орындалды. Екіншісі 91х куб азайтылған, яғни жақшаның ішінде 3х минус 4, екінші жақшада 9х квадрат қосылған 12х қосылған 16, минус 3 қосылған 4х, екінші жақшада 9 азайтылған 12х қосылған 16х квадрат тең 37. Мына жақшамыз бізде а куб минус б кубқа келеді. А-ның орнында 3, бұның орнында 4-тір. Сол кезде 91х куб минус 27х куб қосылған 64 деп жаза аламыз. Мына 2 минус 64-ке және 2 минус плюсті беріп, плюс 64 болады. Мына екі жақшамыз бізде а куб қосылған б кубқа келеді. Яғни 3-тің куб қосылған 4х-тің кубы. Алдындағы жақшаның алдындағы минусты ескеріп, жақшаны ашатын болсақ, минус 27 минус 64х куб болады. Минус 27х куб пен бізде 91х куб және минус 64х куб барлығы жойылып кетеді. Сол кезде 64 азайтылған 27 тең 37 қалады. 37 тең 37 теңдігі орындалады. Осымен оқушылар, біздер атомның есептерін шығарып болдық. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сабақ ұнап жатса лайк басыңыздар. Алдағы уақытта жаңа сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.